Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Тарас FIFA және бүгін бізде FIFA 18 Weekend Лига жайында видео болады. Бұл Foot Champions Weekend Лига деген бұл әлемдік турнир, осы FIFA 18 Ultimate Team жүйесіндегі бұл әлемдік турнир, және де бұл Foot Champions бұл бүкіл әлем бойынша барлық мықты FIFA-лер ойнайтын болады, және де бұл Foot Champions-ға жолдама алуда екінің бірі осы Foot Champions-та жолдама алып ойнай алмайды. Себебі бұл Foot Champions-ға шығудың екі жолы бар. Бұл біріншісі дивизиондар ойнап, бірінші дивизионға жету. Яғни сіз бірінші дивизионда үнемі ойнасаңыз, бұл Foot Champions-ға жолдама алсаңыз болады. Және де бұл екінші жолы Daily Knockout деген турнир бар. Сол турнир арқылы осы Foot Champions-қа жолдама алып, Foot Champions-та ойнасақ болады. және де бұл Foot Champions жұма күні сағат 12-ден басталып, дүйсенбі күні сағат 12-де аяқталады. Бұл азанғы уақыт, яғни 3 күн өтеді. 3 күнге бізге 40 ойын береді. Сол 40 ойынның бәрін біз осы 3 күннің ішінде бітіруіміз керек. Және де бұл Foot Champions-та мықты нәтиже көрсетсек, мықты жүлделерде болады. Және де бұл осы Foot Champions-тың жүлделерін ашпастан бұрын біз бір-екі ойынға обзор түсірейік. Бұл маңызды бір айта кететін мәселе бар. Бұл Foot Champions-та біз Қазақстанда тұрғаннан кейін, осы Қазақстанда тұрғаннан кейін Еуропадан өте алыс қой. Осы Foot Champions-тың серверлері барлығы осы Франция, Англия деген жақтарда примерно жерлерде орналасқан. Және де бұл Қазақстанда ойнаған кезде өте қатты лагать етеді. Барлық матч емес әрине, барлық матчтың бір 5-6 матч енді лагать еткенде мықты лагать етеді. Себебі бұл жерде дивизиондар сияқты емес. Дивизионда менде қатса, ода да қатады. Ал міне қазір экранда көріп отырсыздар. Бұл экранда бір жай келетеді да, ойыншылар жай тұрады да, и бірден өз жылдамдықты арттырып жібереді. Себебі ол FIFA-да ойында менде ғана лагать етіп жатыр, ал ана ойыншыда бәрі жақсы ойналып жатыр. Сол себепті де бұл кішкене Foot Champions-тың бір әділетсіздігінің бірі. Себебі біз сияқты осы алыста, Еуропадан алыста тұратын, шалғай жерлерде тұратын адамдарға өте қатты зиянын келтіреді. Себебі өте қатты лагать етеді. Және де осы Weekend Лигада мен осындай құрамамен ойнап шықтым. Бізде бірақ өзгеріс бар. Бұл Александр Лаказет өз шабуыл шебінде өз орнын тапты. Және де қараңыздар, задержка дегенде бізде бірақ сызықша тұр. Ол бірақ сызықша деген өте жаман. Weekend Лига бойы бізде бір немесе екі сызықшамен көрсетіп тұрды. Бұл өте жаман. Connect деген сөз. Және де біз қазір бір ойын көрсетейік сіздерге. Бір ойын бұл АПЛ, яғни АПЛ-дың составымен қарсы ойнадым. Және де бұл ойында Фернандиньо Хэнк-Мин Сонға пас шығарып, Сон өзінің бірінші голын соғады осы ойындағы. Және де центрден, яғни орталықтан қарсыласыңыз ойынды бастады. Және де қараңыздар, негізі осы FIFA 18-де қазір осы ортадан центрден бастайды гол көргеннен кейін. Және де осындай центрден бастағаннан кейін көп голдар бірден соғыла береді. Не екенін білмеймін, бірақ көбінесе сондай. Сіздер де байқасаңыздар, видеоға лайкты басыңыздар деп айтып қояйық. және де бұл ойында бізде екінші есеп 1-1 болды. және де 40-шы минутта Мхитарян оң жақ қапталдан келіп, бұл жерде қараңыздар, отскоктың көмегімен Фернандиньо есепте 2-1-ге айналдырды. Және де қарсыластағы да бізге Лерой Сане бізге тағы да бір гол соқты. Және де есеп қайтадан 2-2 болды. Сосын мен замендер жасадым. Және де ойынды жаңадан ойыншылар шығардым. Және де бұдан соң осындай бір әдемі гол соқты 9-қа. Содан соң бұл жерде Мхитарянмен мен прессинговать етем осы қарсыласымызды. Тағы да прессинг орындалып, Сонға Мхитарян әдемі пас шығарып, Сон тағы да өзінің хет-трик авторына айналдырды. Және де Лерой Сане тағы да қапталдан сытылып шығып, пас шығарып, есепті 4-3-ге жеткізді. Және де ойынның соңғы минуттарында Мхитарян соққы жасады, бірақ қақпашы оны қайтарғанымен Лаказет дұрыс өз орнында болып есепті
5-те 3-ке жеткізді. Және де бір ойын осылай өткізді. Мен бұл ойында шын кез келген ойынды жаза салайын, бір ойын осы видеоға болсын деп осындай запись жасағанмын. Және де кейін қараңыздар, қазір 10 жеңіс 12 ойын қалды. Қараңыздар, енді 12 ойыннан біздер 8 ойынды жеңеміз. Яғни бұл 12 ойынның бәрін мен дүйсенбі күніне қойдым. Дүйсенбі күнінде коннект жақсырақ болады. Содан соң қараңыздар, бұндай кейбір қуырдақ ойыншы шықты маған. Яғни енді құрамасын өздеріңіз көріп тұрсыздар. Бұл құрама деген енді өте мықты құрама. Енді ойын бұл жерде өте қызық болды. Мен үшін өте қызық болды. Бірінші есепті біз ашамыз. Бұл жерде бізде қарсыластың қақпасына Александр Лаказет бірінші голды соғады. Содан соң Александр Лаказет гол соғып болғаннан кейін бұл жерде сон допқа соңына дейін таласты. Және де Мхитарян мен Бакайоко бір-бірімен пас алмасып, Мхитарян есепті еселейді. 2-0-ге дейін жеткізеді. Және де 43-ші минут мен жеңіс қолда деп ойлап тұрғанымен, бірақ қарсыластың енді қарсылас қайта шабуыл жасағаннан кейін біздер бірден 2 гол жіберіп алдық. Өйткені бірінші гол екеуінде Иньеста соқты, по-моему, екеуінде Иньеста соқты. Және де бұл жерде қараңыздар, соң 79-ші минут, және де сон 1-1 шығып қисықтепті. Және де не забиваешь ты, забивай тебе дейді ғой орыстар. Және де сол себептен бізге 82-ші минутта қарсыласымыз 3-ші голды соқты. И осылай ойынымыз аяқталады. Енді біз осы ойындарды көріп болғаннан кейін біз осы Weekend Лиганың жүлделерін ашайық. Бұл жерде мен 40 ойыннан 18 жеңіске жеттім. Және де золото 3 деген дәрежені алдым. Осы Weekend Лигада бұл мен үшін жаман емес нәтиже. Бізге ол үшін 2 мега набор және де 1 набор редких игроков. Яғни біреуі мынау 2 мега набор деген бұл 35 мыңнан пак. Және де набор редких игроков бұл 50 мыңның пага. Және де қосымша бізге 30 мың монета береді. Өте жақсы жүлделер. 40 матчты енді біз пактерді ашайық. 40 матчты мен бекерден бекер ойнамаған шығарым деген ойдамын. Енді осы пактерді ашайық. Және де 1-2 пак тағы да дайындап қойғам мына жерде. Сол үшін осы біз большой золотой премиум набордан бастайық. Яғни 15 мыңның пагы. Бұл жерде не шығады екен көрейік. Енді бұл разминкада не болады көрейік. Так, окна бар. Так, көрейікші жаз. Бірінші пактан окна, 15 мың пагынан. ЛП Гайтан. Сразу білдім Гайтан екен. Аргентинстен кейін Месси шығу ол екіталай енді. Так, Гайтан жаман емес пас алды негізі. 83 рейтинг 15 мың пагында өте жақсы болып табылады. Енді барлығын өзіміздің құрамамызға сақтайық. Және де келесі мега наборға көшейік. Мега набор бұл жерде 35 мың пагы. Тағы да жақсы бір нәрсе шығу мүмкін. Енді көрейік. Так, бұл жерде жоқ, ештеңе жоқ. Окна жоқ бұл жерде. ФРВ, Уотфорд 78 рейтинг Диней дейді. Мега набордан осындай бізге ойыншылар шықты. Енді келесі пак тағы да мега набор. Бұл мега наборда не шығатынын көрейік. Тағы да бір билборд, бір топ ойыншы күтеміз сол баяғыдай. Так, топ ойыншы. Так, бар, билборд бар. Информ. Француз. Топ. 81 рейтинг информ бірақ жаңа. Енді бұл да өте жақсы. 10 мың монета. Информдар әдетінде жақсы. Бұл жерде тағы да Дероси бар екен. Перин. Жаңағы ашқан пактан өте жақсы. Салыстырмалы түрде қарағанда. Және де бұл 3 игрокты біз бір теңге қылып сатуға болады. Енді бізде 50 мыңның пагы. Бұл жерде 12 ойыншы, барлығы алтын, барлығы сирек. Яғни бұл жерде міндетті түрде жаңағыдай билборд болу керек. Және де міндетті түрде бір топ ойыншыны күтеміз енді әрине. Көрейік. Не шығатын көрейік. Бізде бұл тағы да информ ба? Жоқ. Поляк. Ой, пищик.
айтарлықтай ештеңе де түскен жоқ бұл Food Championsқа, бірақ та қанша дегенмен де жаман емес бұл жерде. Ихеначо, тағы да Пизи дейді, Уильямсты біздің барлығын, осы ойыншылардың барлығын өз біздің құрамамызға сақтаймыз да ең соңғы пакты ашамыз. Бұл челленджер орнау арқылы жинаған пак. Бұл жерде көрейік не шығатын. Бұл жерде енді ештеңе күтпейміз бұл жерде енді. Так, бұл жерде тағы да жай ғана сирек кездесетін ойыншы. Бұл жерде кім екен? Чили, Бешикташ, Медель. Осымен біз видеоны аяқтаймыз. Пак опенingті ашып болдық. Жаман емес ойыншылар шықты. Бір информ болды. Және де 83 рейтингтік біраз ойыншылар болды. Осымен біз видеоны аяқтаймыз. Осы видеода егер 150 лайк жинайтын болса, келесі видеоны тезірек шығаруға тырысамын. Және де лайк, подписка, каналға тіркелеміз, пікірлерімізді жазамыз, лайкты басамыз достар. Сіздермен бірге болған Тарас FIFA, каналға тіркеліңіздер, лайкты басыңыздар. Сау болыңыздар.